Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі жаңа тақырыбымыз Тәмпіш қара повесінен үзінді. Сансызбай Сарғасқаев. Құрастырған Жамбыл атындағы нөмір 5 мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі Калукулова Жанна Капаровна. Оқу мақсаты: әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. Сансызбай Сарғасқаев қазақ балалар әдебиетінің қаламы қайратты, көрнекті өкілі. Сансызбай Сарғасқаев 1925 жылы қазіргі Жамбыл облысы Қордай ауданы Сұлутөр деген жерде дүниеге келген. Абай атындағы Каспийді бітірген 1955 жылы. 1942-45 жылы екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан. 1946-49 жылы Красногорск газетінде әдеби қызметкер, жауапты хатшы болды. 1949-60 жылдар аралығында Қазақстан пионер газеті бөлімінің меңгерушісі, жауапты хатшысы, бас редактор қызметін атқарды. 1960-68 жылдар аралығында Лениншіл жас газетінде, Жұлдыз журналында жауапты хатшы қызметінде болды. Сансызбай Сарғасқаевтың қаламынан туындаған балаларға арналған бір отрядта, Сәуленің жаңа достары, Достар, бір көшенің бойында, Тәмпіш қара, тағы да басқа әңгімелер мен повестері, Ұстаз, Сұлутөр атты романдары бар. Сансызбай Сарғасқаевтың Тәмпіш қара повесінде 30 жылдардағы ауыл өмірі суреттелген. Повест 9 бөлімнен тұрады. Бөлімдері танысу, тілеп алған азап, әзілі ме, шыны ма, өкініш, теке қарт, не болды бізге, бұдан кейінгі күндерде, ойламаған жерден, 3 күн қалғанда деп келеді. Басты кейіпкер Тәмпіш қара Шаншатай. Повесте Шаншатайға тән әдептілік, ұқыптылық, еңбексүйгіштік қасиеттер көрінсе, Ертай бойындағы өнерге құштарлық, дүниені бала көзімен қабылдау қасиеттері танылады. Міне, повестегі негізгі кейіпкер Шаншатайдың бойындағы асыл қасиеттер әдептілік, ұқыптылық, тазалық, кішіпейілділік пен сыпайылық. Әңгімедегі кейіпкерлер Ертай, Бейсекүл, Иманбектерге ерекше әсер етіп, үлгі бола білсе, қазіргі жасөспірімдерге де үлкен өнеге боларына сенемін. Жасөспірімдер бейнесі балалар әдебиетінің жас буындарды патриоттық рухта тәрбиелеуде ең басты рөл атқарып отырғанын айқын дәлелі. Осының бәрін айта келіп, бала тәрбиелеудегі ең негізгі тірек оларды еңбекке үйретуден басталуға тиіс екен деген ойға келеміз. Еңбектенуді жас бала кезден үйренуіміз керек екен. Өйткені еңбек етуге үйренген бала сабақты жақсы оқудан да, ата-ананың түрлі тапсырмаларын орындаудан да жалықпайтын болады. Еңбек етуге жаттыққан сайын оның ыждахатында арта түседі. Ұқыптылық, әдептілік, үлкенді сыйлаушылыққа, қоғамға пайдалы үлес қосатын байыпты, парасатты азамат болуда осыдан келіп шығатынын ұмытпағайсың, жас дос. Дәл қазір Сансызбай Сарғасқаев Тәмпіш қара повесінің аудио кітабына назар аударайық. Танысу. Содан бері талай жылдар өтті. Сол кезде мойындарына алқызыл галстук тағып сапқа тұрып, 1, 2, 3 жастары алып күш деп ауыл көшелерімен ән шырқап жүретін балалардың кейбірі бұл күндері немересін сүйіп отыр. Көбі күні кешегі Ұлы Отан соғысы майдандарынан оралмай да қалды. Топырағы торқа болсын олардың. Ал күні бүгінге дейін бейнесі көз алдыма елестеп тұратын Тәмпіш мұрын қара баланың не болғаны маған белгісіз. Үлкен кіші оны
өзіміздің тәмпіш қара дейтін. Осы бір сөзден ақ соншама бір ықыласты, ыстық сезімді аңғару қиын емес. Шынында да ол өзіміздің тәмпіш қара. Міне балалар, әңгіме осылай басталады екен. Шығарманың негізгі ойы жас жеткіншектерді адамгершілікке, шыншылдыққа, қайырымдылыққа тәрбиелеу. Шығарманың композициялық құрылысы мынадай. Оқиғаның басталуы, Шаншатайдың ауылға келуі, ауыл балаларымен танысуы. Оқиғаның байланысуы, Шаншатай Ертайдың суретші екенін білуі, екеуінің айырылмай дос болуы. Шиеленісуі, мектеп оқушыларының қырман даласына көмекке баруы, түрлі ойын-сауық ұйымдастырылуы. Шаншатай ауыл балаларының газетке деген қызығушылықтарын оятуы. Шарықтау шегі, оқушылардың өз мақалаларын оқу үшін Теке қарттың үйіне іздеп баруы. Шаншатай мен Иманбектің төбелесуі, Иманбектің одан кешірім сұрауы. Шығарманың шешімі, Ертайдың салған суретінің Октябрь балалары газетіне шығуы. Қымбатты оқушылар, шығарманы оқимыз, сұрақтарға жауап береміз. Тәмпіш қара шығармасында қандай кезең суреттелген? Тәмпіш қара деген кім? Тәмпіш қараның портреті қандай? Ертайдың Шаншатаймен танысуы қандай оқиғамен байланысты еді? Ауыл балаларының арманы қандай? Октябрь балалары газеті туралы не білдіңдер? Шығарма неліктен тәмпіш қара деп аталады? Сұрақтарға жауап іздеп, әңгіменің үзіндісін оқып, мазмұнын айтуға дайындаламыз. Сабақтан кейінгі әсерім. Не сезіндім, нені білдім, қандай ой пайда болды, нені үйрендім. Әсерлеріңді кері байланыс ретінде жаза қойыңдар. Назарларыңа рахмет. Келесі кездескенше.